Сәлеметсіздер ме, құрметті қашықтан көріп отырған тыңдаушылар, көрермендер. Біз сіздермен бүгін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің салтанатты, саяси мәні бар, егеменді, тәуелсіз Қазақстан заңында тұрмыз. Бұл заң негізінен бізде мемлекетіміз тәуелсіздік алғаннан кейін осы біздің музейге өткізілген құнды жәдігерлер сақталады. Бүгінгі мемлекет тірегі ата заң атты және онлайн экскурсиямыз негізінен осы алдымызда келе жатқан мемлекетіміздің негізгі заңы, ата заңы конституциясына 25 жылдығына арналады. Және сіздерді осы келе жатқан мейрамменен құттықтаймын. Сіздерге жалпы осы Қазақстан конституцияларына келмес бұрын мен кішкене конституциялар, заңдар туралы тарихи мағлұматтар бере кетейін. Ең алғаш адамдар ру, тайпалар бірігіп, қоғамдас өмір сүре бастағаннан кейін, алғашқы қоғам деп айтсақ та болады. Міне осы кезден бастап сол қоғамда өмір сүрген адамдардың ішінде өздерінің бір тәртіп, ережелері, заңдар қалыптаса бастады. Әрине, ең алғашқы кезде олар көбінде салт дәстүрге, ырымдарға, діни көзқарастарға бағытталған заңдар болды. Енді одан кейін ерте замандарда, орта ғасырларда заңдар қалыптаса бастады. Ал 18 ғасырда Европа елдерінде буржуазиялық революциялар жеңіске жеткеннен кейін әрине заңды түрде мемлекеттік конституциялар қалыптаса бастады. Жалпы конституция деген сөз бұл латын тілінде конституция деп айтылады, ал оның мағынасы құрылым немесе құрылыс деп айтады. Оның конституцияның қазақша баламасы бар, және ата заң деп айтамыз. Жалпы конституция деген сөздің мағынасы өте қарапайым. Мысалы, біз білеміз, дәрігерлер бір адамның дене тұрқына қарап, оның конституциясы сондай деп жатады. Ал қазақта ол адамның сүйегі сондай, сүйегі ірі деген сияқты сөздерді өздеріңіз естіп жатырсыздар. Міне, яғни бұл мемлекеттің сүйегі деп айтсақ та болады заң. Өйткені біз білеміз, анықтаманы адамсыз қоғам жоқ, қоғамсыз адам жоқ. Яғни қоғам болғаннан кейін оның бір заңы болу керек. Ал мемлекет болу үшін не керек? Ең алғаш мемлекет болу үшін бірінші оның аумағы, территориясы, жері болу керек. Ал ол жерде одан кейін тұратын оның халқы болу керек. Ал халқы тұрғаннан кейін, жаңа айтқандай қоғам болғаннан кейін оның бір ортақ заңы болу керек. Яғни мемлекеттің негізгі заңы ол мемлекеттің жері, халқы сияқты негізгі тірегі болып есептеледі. Енді заңдардың тарихына келетін болсақ, мысалы, ең алғашқы заңдар деп сонау көне замандағы Хаммурапидің тасқа жазылған заңдарын айта аламыз. Одан кейінгі Грекия жерінде өздерінің полистеріне арнап шығарған заңдары, ережелерін айтуға болады. Афинадағы Солонның жазған заңын айтуға болады. Тағы да спартандықтардың жазылмаған заңдары, атадан балаға беріліп отырған заңдарын айтуға болады. Одан кейін Рим империясында Сервий Тулидің жаздырған заңын шығарған заңын айтуға болады екен. Ал енді өзіміздің тарихыма жақын, мысалы, Орта Азия тарихына жақын деп айтсақ болады, 1206 жылы Шыңғыс ханның шығарған әскери құқықтық заңын айтуға болады. Ол ұлы жағы деп айтылады, немесе кейбір тарихтарда Ясса немесе Яссақ деп айтылып жатады. Ал енді осы қазіргі конституциялардың аталары деп, мына 1208 жылы ең алғаш әулие Саванның Грекиядағы қасиетті Афон тауында жазған заңдар жинағын айтады. Ол 1219 жылы Сербия корольдігінің және Сербия шіркеуінің негізгі заңы болып қабылданады. Ал алғашқы қағазға түскен заңдардың ең алғашқысы деп, көнесі деп, ғалымдар Сан-Мариноның конституциясын айтады. Бұл 1600 жылы ең алғаш қағазға түсірілген дейді. Негізі бұл Сан-Мариноның конституциясы ең алғаш қалалық заң болып 1300 жылдан бастап жинақталып жазыла бастаған екен. 1600 жылы жалпы қағазға түсіріліп, кейін осы 20 ғасырдың 1974 жылы бұл заң толық дәрежеде мемлекеттік деген дәрежеге ие болады. Әрине толықтырулар, өзгертулер енгізілді.
Ал енді ең алғашқы конституциялардың қатарына сонымен бірге Америка құрама штаттарының 1787 жылға жазылған заңдары, одан кейін Франция елінің 1791 жылғы жазылған заңдары жатса, 19 ғасырда жаңағы Европаның көптеген елдері, Голландия, Дания, Норвегия, Бельгия деген сияқты елдері жаңағы өздерінің конституцияларын қабылдай бастады. Негізінен конституциялардың көбі осы 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында жаңағы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін жаңағы мемлекеттер, кейбір мемлекеттер пайда болып картада, кейбір мемлекеттер сол кезде өзінің тәуелсіздік алғанда, мысалы сол сияқты Мексика, Австралия, Ирландия деген сияқты мемлекеттер алғашқы сол 20 ғасырдың басында бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылдады заңдар. Ал көптеген елдер негізі осы қазіргі елдердің көбі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жаңағы өздерінің тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекеттік конституцияларын қабылдады. Өйткені екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жаңағы Ұлыбритания сияқты империялардың ұлы державалар болды, Франция деген сияқты, Испания, Португалия деген сияқты державалардың елдері жаңағы тәуелсіздігін ала бастады. Азия, Африка, Латин Америка елдерінде жаңағы тәуелсіздік ала бастады. Міне сол кезден бастап жаңағы көптеген елдер өздерінің жаңағы тәуелсіздік жаңағы ата заңдарын қабылдады. Үндістанның мысалы 1949 жылғы қабылдаған конституциясы әлемдегі ең үлкен конституция болып есептеледі екен. Ол өзі 400-ге тарта баптан, 12 бөлімнен тағы 500-ге тарта тараулан көптеген жаңағы тармақтардан тұрады екен. Мысалы 20 ғасырдың аяғындағы жаңағы Евроодақтың да қабылданған конституциясы 500-ге тарта жаңағы баптардан тұрады екен. Жалпы конституцияларды қабылдаудың жаңағы түрлері көп. Оны парламенттік, немесе жаңағы бүкіл халықтық референдум арқылы, немесе жаңа құрылтай жиналыс арқылы қабылдайды, немесе аралас түрде қабылдайтын тәсілдер көп. Соның бірі, мысалы, айта кетсем, өзімізге жаңа кезінде Кеңес одағында бірге болған елдер туралы айтсам, мысалы, көршіміз Өзбекстанда, Украинада, Грузия елдерінде конституцияны парламент арқылы қабылдаған екен. Ал тағы да мысалға Армения, Азербайжан, Тәжікстан сияқты елдерде оларда парламент дайындап, одан кейін барып бүкіл халықтық референдумға салу арқылы қабылданады екен. Ал Қазақстан Республикасының ақырғы 95 жылғы заңымыз, ата заңымыз, одан кейін Ресей мемлекеті көршіміз, Белоруссия елдерінде конституцияны негізі тікелей мемлекет басшысы президентіміздің өзінің қадағалауымен, өзінің басшылығымен дайындап барып, одан кейін бүкіл халықтық жаңағы референдумға салу арқылы қабылданған екен. Тағы да бір айта кететін мәселе, мысалы естіп жатармыз, кейбір елдерде конституциясы, ата заңы жоқ елдер бар деп айтып жатады кейбір жерлер. Негізі ол өте дұрыс ұғым емес. Мемлекет болғаннан кейін оның өзінің бір заңы міндетті түрде болады. Мысалы, оған көбінде, мысалы, Парсы шығанағындағы Сауд Арабиясы, Оман сияқты елдерде жаңа конституциясы жоқ деп жатады. Олар абсолюттік монархия, сондықтан оларда конституция жоқ деген әңгімелерді естіп жатамыз. Оларда өзінің заңдары бар. Өйткені олар ислам мемлекеті болғаннан кейін, оларда жаңағы мұсылмандық жаңағы шариат заңдары мемлекеттің негізгі заңы болып есептеледі. Яғни оларда да жаңағы заң бар деген сөз. Жалпы, егерде біз мына монархиялар туралы айтатын болсақ, монархиялар негізінен өзі абсолюттік және конституциялық деп бөлінеді. Абсолюттік монархиямыз ол жаңағы билік басындағы билік мұрагерлік жолмен атадан балаға беріліп отыратын жаңағы билікті абсолюттік монархия дейді. Ал конституциялық монархия дегеніміз бұл жаңағы монархтардың билігін, корольдің болсын, жаңағы императордың болсын, патшаның болсын, жаңағы билігін конституциялық заң арқылы шектеп отырады. Мысалы, ондай елдерге, Европадағы елдердің былайша айтқанда барлығы жаңағы конституциялық
монархиялық елдер. Ең алғашқы уже әрине Англия мемлекеті жаңағы конституциялық монархия болды. Одан кейін Дания, Норвегия, Бельгия деген сияқты елдер конституциялық монархия болып есептеледі. Одан кейін тағы да бір айтатын кейбір жерде естіп жатасыздар, мына Израиль мемлекетінде де конституция жоқ деп айтылып жатады. Негізі ол да дұрыс емес. Израиль мемлекетінде мысалы өзінің бәленбай ғасырлар бойы жинақталған жаңағы салт дәстүрге байланысты жаңағы заңдары, жаңағы жекеленген олардың жаңағы мемлекеттік құрылымы жаңағы жекеленген бір заңдық актілер арқылы жаңағы реттеліп отырады. Оларда да мүмкін заң мүлде жоқ деп айтуға келмейді. Одан кейін мына конституциялардың түрлері де көп. Уақытша конституция немесе тұрақты конституция деп айтылып жатады. Мысалы, уақытша конституция бұл мына негізгі заң қабылданғанша қолданатын конституцияны айтады. Көбінде мысалы сол уақытша конституция көп уақыттарға бәленбай жылдарға да созылуы мүмкін. Одан кейін жазылған конституция, жазылмаған конституция дегенде болады. Мысалы көптеген елдерде жазылған конституция, мысалы біздің мемлекетіміздің, Францияның, жаңағы айтқанда көрші Ресейдің, көптеген елдердің заңдары жазылған конституция болып есептеледі. Бұл жерде қалай жаңағы негізгі мемлекеттік заңдар топтастырылып бір құжат түрінде көрсетіледі. Міне бұны жазылған конституция деп айтылады. Бұл енді жазылған конституциялар кіріспеден, бөлімдерден, тараулардан тұрады. Мысалы, американдықтар айтады екен, бұл конституцияны жаңағы қалтаға салып жүруге ыңғайлы құжат деп айтады екен. Ал енді жазылмаған конституция деп. Мысалы, бұл жазылмаған конституция негізінен әлемде екі елде бар дейді. Бұл Ұлыбританияда және Жаңа Зеландияда дейді. Бұның жазылған конституциядан айырмашылығы бұл жерде бір жаңағы заңдар топтастырылып, жаңағы бір құжатқа түсірілмеген. Бұл үнемі өзгертулер, жаңағы толықтырулар жүргізіліп отырады. Және бұл жерде бәленбай жылғы ғасырлар бойы жаңа сақталған жаңағы заң, кешіріңіздер, дәстүрлі заңдардан тұрады. Неше түрлі сот актілерінен, жаңағы сирек кездесетін қолданылатын заңдардың осындай жинағын жаңағы жазылмаған заң деп айтылады. Одан кейін автократиялық және демократиялық деген конституциялар да болады. Мысалы, автократиялық жаңағы конституция негізінен адамдарды жаңағы құқығын көбіне шын айту керек шектеумен ерекшеленсе, демократиялық жаңағы конституциялар бұлар жаңағы қоғамдағы адамдарға көбіне жаңағы еркіндік берумен ерекшеленеді. Міне айырмашылықтар осында. Ал енді Қазақтың тарихын, заңдарының тарихына келсек, біз 16 ғасырдан жазылған ең алғашқы жаңағы Қасым ханның қасқа жолы бәріміздің есімізге түседі. Біз білеміз 15 ғасырда жаңа қазақ хандығы құрылғаннан кейін жаңағы қазақ хандығының да басқа елдер сияқты гүлдену кезеңінде, құлдырау кезеңдерін басынан кешірді. Жаңағы Қасым ханның алдында болған бұрындық хан кезінде мемлекет өзінің біраз жерлерінен айырылып, жаңағы соғыстарда жеңіліске ұшырап, жаңағы мемлекет ішінде жаңағы дау жанжалдар туып жаңағы туа бастағаннан кейін, осы Қасым хан билікке келгеннен кейін жаңағы мемлекетті нығайту мақсатында осындай қатаң заң ұсынды. Бұл осы Қасым хан мемлекетінің сол кездегі осы заңның арқасында деп айтуға болады, күшейгені соншалық, жаңағы халқының саны 1 миллионнан асып, әскерінің күші 300 мыңнан асырған, тек қана орталық Азияда емес, көршілес елдерге емес, Европа елдеріне таныла бастаған сондай бір күшті мемлекетке айналды. Бұл негізі Қасым хан бұл заңды алғанда, сонау кезіндегі Қыпшақ, Шағатай ұлыстарының заңдарына сүйеніп жасаған екен. Жарғысына деп, немесе яссақ деп айтылады қазақта, жаңағы осы жарғысына сүйеніп жасалған екен. Және бұл заңды кейбір ғалымдар айтады, бұл заң негізінен 5 ережеден тұрған дейді. Сот жаңағы заңы, әскери заң дейді, жер дауы дейді, осында негізгі 5 мәселені қараған дейді. Және бұл заңды жаңағы ұсынылғанда жаңағы қазақ халқының салт дәстүрін ескере отырып жаңағы ислам діні, мұсылмандық заңдарды қайшы келмейтін және біздің қазақтың салт дәстүрін ала отырып, елдің арасына дау туылмайтындай сондай әділ заң жасап шығарған дейді. Одан кейіннен жаңағы 17 ғасырларда Есім ханның ескі жолы деген жаңағы
заңды білесіздер тарихтан. Бұл заңда осы жаңағы мемлекеттерді Қасым ханнан кейін де дәуірлер болды, кезінде гүлденген жаңағы әлсіреген кездер міне осы хандықты нығайту мақсатында, осы Қасым ханның салып кеткен қара жолын жаңағы жалғастыру мақсатында, осы заңды қатаң жаңағы сақтауды талап ету мақсатында осы Есім хан әрине толықтырулар, мүмкін кішкене өзгертулер енгізіп, жаңағы Есім ханның ескі жолы атты жаңағы заң қабылданды. Енді бұл заңдардың өкінішке орай түпнұсқасы сақталмады. Одан кейінгі 17 ғасырдың мен 18 ғасырдың басында жаңағы Тәуке ханның билік кезінде атақты қазақтың жеті жарғы заңы жазылды. Бұны ғалымдарының көбінің айтуы бойынша бұл қазақтың тұңғыш конституциясы деп айтылады. Бұл енді заң қабылдағанда бұл заңда жаңағы билер, жаңағы 300-дің ұлы билер, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билердің басын қосып, сонымен қоса Қарақалпақтың биі жаңағы Сасық би дейді, жаңағы қырғыздың Қараша биі қосылып, жалпы алғанда тек қана билер емес, бұл жерде ру басшылары, көсемдер қосып, жалпы 80 адам осы жеті жарғыны жазуға, заңды қабылдауға қатысқан екен. Осы жеті жарғынан кейін қазақта сондай бір ұлы үлкен бір заң қабылдана қойған жоқ. Сондықтан осы жеті жарғыны 20-шы ғасырдың басына дейін қазақ елі осы жарғыда жазылған заңдарды былайша айтқанда сақтап келді. Мысалы 19 ғасырдың аяғында 1885 жылы Семейдегі Қарамолла съезінде өткен жаңағы ереже қабылданғанда, сол ережені қабылдауға қатысқан Абай атамыз осы жеті жарғының заңдарын негізге ала отырып, өте қатты мән беріп, осы кейбір жаңағы жеті заңның тарауларынан алған деген және айтылады. Одан кейінгі қазақтың жаңағы қазақ тарихында болған тағы заңдар, енді ол 20-шы ғасырдың басында 1926 жылы жаңағы алғашқы Қазақстан әлі республика болмай Ресей РСФСР-дің құрамында болған кезде 1925 жылы РСФСР өзінің жаңа конституциясын ата заңын қабылданғаннан кейін бір жылдан кейін 1926 жылы жаңағы автономиялық Қазақ Республикасы өзінің бірінші конституциясы ата заңын қабылдайды. Одан кейін 1937 жылы жаңағы Қазақстан кеңестік социалистік республика болғаннан кейін өзінің республикалық ата заңын қабылдайды. Одан кейінгісі заңы 1978 жылы жаңағы Қазақстан кеңестік социалистік республикасының заңы қабылданады. Одан кейінгі екі заңымыз біз білеміз, жаңа тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы, одан кейін 1995 жылы 30 тамыздағы жаңағы ақырғы қазіргі мысалы қазақтың негізгі заңы қабылданады. 93 жылғы заңымыз енді бұл 4 бөлімнен 131 жаңағы баптан тұрған екен. Бұл заңды қабылдаған кезде енді жаңағы жоғарғы кеңес, ол кездегі жаңа қазіргі парламент деп айтылады, ол кезде жоғарғы кеңес деп айтылады. Осы жоғарғы кеңестің шешімімен 35 адам осы жаңағы 93 жылғы конституцияны қабылдау комиссиясын құрған екен. Сөйтіп 1993 жылы осы конституциямыз қабылданғаннан кейін жаңағы сол жоғарғы кеңестің төрағасы Серікболсын Әбділда мырза сол 93 жылғы біздің ата заңымыздың түпнұсқасын біздің президентімізге сыйлап, ал соған дейін қолданып келген жаңағы 1978 жылғы Қазақ кеңестік социалистік республикасының ата заңының түпнұсқасын осы біздің орталық музейге өткізілген екен. Кейіннен әрине біздің астанамыз ауысқаннан кейін қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына, сол Нұр-Сұлтан қаласына түпнұсқасы сол қалаға жөнелтілген. Кейбір адамдар, мысалы кейбір адамдарда мынандай ой туып жатады, неге 93 жылғы ата заң жаңағы 95 жылға өзгертілді деген ой туып жатады. Оған себеп көп. Мысалы 93 жылғы конституция ескі қоғамнан жаңа қоғамға ауысқан кездегі, былайша айтқанда, өтпелі кезеңдегі өтпелі құжат деп айтуға болады.
Өйткені ол жерде, мысалы ғалымдар айтады, ол жердегі көптеген ұғым сол кезіндегі социалистік конституциялық ұғымда қалған дейді. Мысалы, жаңағы жекешелендіру мәселесіне келгенде, жаңағы приватизациялау, білеміз, жекешелендіру ол негізі өзі жаңағы нарықтық экономикалығының өзегі болып табылады. Сондықтан да жаңағы 93 жылғы ата заңымыз осыған өзі толық жаңағы жауап бере алмаған дейді. Одан кейін сот жүйесі жөнінде де жаңағы сол ескі көзқараста қалынған дейді. Жалпы қысқарта айтқанда осы жаңа талап, жаңа өмір, жаңа заманға сай біздің мемлекетіміздің жаңағы ата заңын жасау керек болып 95 жылы жаңағы ең алғаш елбасымыз жаңағы ассамблея құрылғанда, міне сол ассамблеяның екінші съезінде осы жаңағы ұсынысты айтылады. Сөйтіп жаңағы осы жаңағы 95 жылғы кейбір деректерде айтылады, осы 95 жылғы конституцияны қатысуға жалпы алғанда 3 миллионнан астам адам атсалысты дейді. Ол да мүмкін, өйткені конституция жазуға қаншама саясаткерлер, заңгерлер, экономистер атсалысты. Ол конституция жазу бір жай ғана кітап немесе бір кішкентай заң жазу немесе бір ереже емес. Ол бүкіл мемлекеттің жаңағы қамтитын заң, негізгі заң. Сол заң арқылы біз өзіміздің жаңағы азаматтарымызға, адамдарымызға жаңағы мемлекеттің тәуелсіздігі жөнінде, мемлекеттің тілі жөнінде, мемлекеттің азаматтарға жаңағы құқығы беру арқылы, кепіл болу арқылы, және де сол құқық бұзған адамдарға сол осы конституция арқылы жаза да тартатын жаңағы заң бұл. Ақырғы заңымыз 1995 жылға қабылданған жаңағы ата заңымыз негізінен өзі 9 бөлімнен және 98 баптан тұрады. Бұл ата заңымызды кейбір деректерде айтады, осы ата заңында жазуға жалпы алғанда 3 миллионнан астам адам жұмылдырылды деп айтады. Әрине ол өте мүмкін, өйткені қаншама заңгерлер, саясаткерлер, экономистер оған атсалысты жаңағы осы заңды қабылдауға. Жаңағы бұл заңымыздың тағы бір ерекшелігі, бұл заңда осы баптардың 61-і парламентке арналса, 39-ы адамға және азаматқа арналған баптар екенде, осы 1995 жылда жаңағы ата заңымыздан кейін жаңағы негізгі мемлекетіміздің заң шығарушы органы жаңағы парламентіміз 2 палатадан тұратын болды. Ол жаңағы жоғарғы сенат, төменгі мәжілістен тұратын болды. Енді конституциямыз қабылданғаннан бастап 4 рет өзгеріске ұшырапты. Ең алғаш 1998 жылы, одан кейін 2007 жылы, 2011 жылы және ең ақыры 2017 жылдарда жаңағы өзгерістер, толықтырулар енгізілген екен. 2007 жылғы жаңағы өзгерістер енгізілгенде, соның бір өзгерісі жаңағы мемлекетіміздің әнұраны өзгертілді. Ол да жаңағы осы ата заңымызда жазылды. Енді бұл біздің ата заңымыз туралы әртүрлі пікірлер айтылып жатады. Мысалы, кейбір саясаткерлер айтады, біздің 1995 жылда жазылған ата заңымыздың көбінде мына Франция мемлекетінің ата заңымен салыстырып, жаңағы содан көшіріп алынған, соған өте ұқсас деген пікірлер айтылып жатады. Бұл туралы мысалы осы Қазақстанның қоғам қайраткері, жаңа ғылым академиясының академигі, саясат ғылымдарының докторы, профессор жаңағы Сұлтан Сартаев ағамыз, ол кісі өзі негізінен сонау кезінде 1978 жылғы конституцияны жазғандағы қабылдау комиссиясына қатысқан. Одан кейін 1993 жылғы өзіміз егемендік алғаннан кейінгі конституцияны қабылдағанда комиссиясында болған. Енді кейін 95 жылғы конституцияны қабылдауға осы комиссия мүшесі болмаса да, бірақ соны жаңағы талқылауға өте белсенді атсалысқан ағамыз сол кісі айтады. Біздің конституциямыз ешқандай бір елден ата заңынан артық немесе кем, немесе бір елдің конституциясына ұқсас көшіріп алынған деп айту мүлде дұрыс емес.
біздің конституциямыз өзіміздің халқымыз осы тұратын халықтың жаңағы әлеуметтік жағдайына негізделіп жасалған жаңағы таза өзіміздің құжат негізгі заңымыз деп айтады. Енді сіздер білесіздер, біздің осы ата заң қабылданғаннан кейін 1995 жыл 30 тамыздан бастап осы мемлекеттік жаңағы календарымызда күнтізбемізде бұл мереке күні болып есептеледі. Осы ата заңымызға байланысты жаңағы пошталық 10 жылдыққа, 15, 20, міне биылғы 25 жылдыққа арналып жаңағы пошталық маркалар бастап шығарылды, теңгелер мысалы басып шығарылды осы конституцияға арналған. Биыл мысалы 100 теңгелік және 200 теңгелік жаңағы конституцияға арналған теңгелер шығарылып жатыр. 10 жылдыққа арналған жаңағы медальдар бар. Мысалы біздің музейіміздегі қорымызда сақталған жаңағы 10 жылдыққа арналған медальдар сақталған. Ол медальмен мысалы осы мемлекетімізге танымал кісі Омар Шәріп деген кісіні жаңағы осы жаңағы медаль сақталған. Сол кісінің 10 жылдыққа мейрамға марапаттаған медаль осы біздің музейде сақталған. Ол кісі несімен танымал? Ол кісі мысалы Чехиядағы біздің тұңғыш елшіміз болған, қоғам қайраткері. Одан кейін мысалы бәріміз білетін Досмұқ Хасан ансамблінің жаңағы негізін қалаушылардың бірі, өзі музыкант, техника және саяси ғылымдарының кандидаты. Мысалы сол кісінің жаңағы ордені куәлігі бізде сақталған. Одан кейін біздің музейде ең алғашқы жаңағы Қазақстан Республикасының ата заңдарына арналған үлкен жаңағы альбомы сақталған. Одан кейін президентіміздің жарлықтары сақталған. Мысалы жалпы алғанда осы ата заңға байланысты ғана 10 шақты жаңа құнды жәдігерлеріміз бар. Енді мен сіздермен осы экскурсиямды аяқтай отырып, сіздерді тағы да осы мейраммен құттықтай отырып, осы менің жаңағы өткізген экскурсиям сіздерге сіздердің көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Содан болмаса сіздерді де осы біздің ертең карантин біткеннен кейін осы біздің музейге шақырамын. Біздің музейде жалпы стационарлық 7 жыл жұмыс істейді. Осы тәуелсіздік залдан басқа ежелгі Қазақстан, орта ғасырлар және этнографиялық, жаңағы антропология залы деген сияқты өте қызықты залдар жұмыс істейді. Соған шақырып өз көздеріңізбен көріп, осы біздегі сақталған құнды жәдігерлерді тамашалауларыңызға болады. Сіздермен қоштасып, жақсылықта кездесеміз деп ойлаймын. Сол саламат.